Баланың иммунитетін көтеру үшін не істеу керек? Балалар суық тию ауруымен жылына 8-10 рет ауырып шығады. Негізінде ауру адамның иммунитет жүйесінің қалыптасуына әсер етеді. Ауырмайтын баланы өсіру мүмкін емес. Алайда оның иммунитетінің дұрыс қалыптасуына, вирустар мен инфекцияларға төтеп беретін денсаулығын жақсартуға, сақтауға жәрдемдесуге болады. Көп аналарды баламның иммунитетін көтеру үшін қандай дәрі немесе витамин берсем болады деген сұрақ мазалайды. Иммунитет көтеретін дәрілер бар. Иммунал, иммудон, тағы сол сияқты дәрі-дәрмектер. Бірақ кез келген дәрінің пайдасы мен қоса зияны болатындықтан, балаға келгенде иммунитетті көтерудің табиғи жолдарын қолданған дұрыс. 6 айға дейін бала иммунитетті анасының сүті арқылы алады. Бұл кезде анасының иммунитеті жоғары болса, баласынікі де солай деген сөз. Енді 6 айдан кейін бала иммунитеті өзі қалыптаса бастайды. Жалпы баланың иммунитетін қалай көтеруге болады деген сұраққа жауап бере кетсек. Баланың ұйқысы әрқашанда қанып жүру керек. Таза ауада көп серуендету керек. Балаға таңертең жаттығу жасату керек. 1 жасқа толмаған балдарға өзіңіз массаж жасап тұрсаңыз болады. Балалар бөлмесін күнде желдетіп, жуып, тазалап тұру қажет. Баланы үнем сырттан келген соң тамақтанар алдында беті қолын жуып, гигиенаны сақтату керек. Ең бастысы балада стресс болмау керек. Үнем көңілін көтеріп, еркелетіп, ойнату керек. Күнделікті қалыпты мөлшерде су беру керек. Дұрыс тамақтануына көңіл бөлу керек. Тәтті тағамдар мен майлы, ауыр тағамдар мүмкіндігінше бермеген дұрыс. Құрамында С витамині көп тағамдар беру керек. Мына тағамдардан балаға жиі беріп тұрған дұрыс. Бал, лимон, пияз, сарымсақ, жаңғақтар, укроп, петрушка, брокколи, киви, апельсин, малина, компоттар. Көп аналар кішкентай балаларын ыстық суға шомылдырып үйретеді. Содан бала кішкене жел тисе ауыра беретін болады. Баланы жылымық суға кішкентайынан түсіріп үйрету керек. Баланың денесін солай шынықтыру керек. Қандай ауа райы болса да баланы сыртқа, таза ауаға шығарып үйрету керек. Қоғамдық орындарға алып баруға, жіберуге қорықпау керек. Парк, балабақша, тағы басқа. Туылғаннан бастап алынатын прививкаларын міндетті түрде алу керек. Балаға арнайы иммунитет көтеретін дәмді қоспа дайындасаңыз болады. Және де аналар мектебі YouTube арнасының жас аналарына тағы да айта кетеріміз, балаңыздың денсаулығы өз қолыңызда. Егер балаңыздың психологиясында ақау болатын болса, өзіңіз ізденіп жұмыс жасап, балаларыңызбен көбірек жұмыс жасауға тырысыңыздар. Себебі балалар біздің айнамыз, балалар біздің болашағымыз екенін есте сақтауымыз керек.